Тергеушіге барған кезде қалай қате жасамау керек? Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Қазақстанда қылмыстық іс жүріп жатқан екі кезең бар. Сотқа дейінгі тергеу және сот талқылау. Бүгін біз сотқа дейінгі тергеу туралы сөйлесетін боламыз. Қылмыстық істі тергеуге құқығы бар органдар: полиция, ұлттық қауіпсіздік комитеті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу департаменті және прокуратура болып табылады. Қылмыстық іс сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізілімінде тіркелген кезден басталады. Осыдан кейін тергеуші жасырын тергеу әрекеттерін ұйымдастыра алады. Жауап алуға шақырады, тінту жүргізеді, сараптама тағайындай алады. Жауап алуға шақырылған адамдардың әртүрлі процедуралық мәртебесі бар. Куәгерлер, жәбірленуші, қорғалуға құқығы бар куәгер және күдікті. Экономикалық қылмыстар бойынша әдетте тергеуші күдікті деп тануды соңына дейін тартады. Бұған бірнеше себептер бар. Біріншіден, істердің бұл санаты күрделі. Көптеген сараптамаларды тағайындауды талап етеді. Ол тек күдіктіге сараптаманың тағайындал алғаны туралы хабарлауға міндетті. Екіншіден, ол осылайша болашақ күдіктің қырағылығын оятады. Бірақ сонымен бірге оған қарсы ақпарат жинау, оның ішінде жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу арқылы. Ал оның қолында барлық сараптамалар, басқа да дәлелдемелер болған кезде, ол сізді бір күн ішінде күдікті деп тануы, әрекеттерді саралау туралы қаулы беруі, жауап алуы және сотқа дейінгі тергеудің аяқталғаны туралы хабарлауы мүмкін. Сонда кеш болуы мүмкін. Келесі кезең қазірдің өзінде сот болады. Ал біздің соттарда ақталуы мүмкін емес. Сондықтан, егер сіз жауап алуға жалғыз барсаңыз да, Конституцияның 42-ші бабына сәйкес ешкім өзіне, жұбайына, немесе жақын туыстарына қарсы куәлік беруге міндетті емес екенін есте сақтаңыз. Сондықтан сіз куәлік бере алмайсыз. Бірақ мен әдетте осылай жасауға кеңес беремін. Сіз өзіңіздің атыңызды, жұмыс істейтін мекен жайыңызды айта аласыз. Содан кейін тергеуші сізге дайындаған сұрақтарын қоюға мәжбүр болады. Міне, сіздің іс бойынша жеке қатысуыңызға қатысты сұрақтар бар және сізге, сіздің күйеуіңізге, немесе әйеліңізге, жақын туысқаныңызға теріс әсер ету мүмкін. Конституцияның 42-ші бабына сілтеме жасаңыз. Соңында хаттамаға қол қоюға асықпаңыз, бірақ оның көшірмесін сұраңыз. Бірақ егер тергеуші сізден бас тартса, онда тұтқаны алып, осы хаттаманы жазып алыңыз. Тергеуші сізге тыйым салуға құқылы емес. Сіз оның сұрақтарын өзіңізде тіркегенін кейін ғана хаттамаға қол қоюға болады. Сіздің жазбаларыңыз болашақта құзыретті адвокатқа бұл жағдайда не төніп тұрғаны түсінуге және қорғаныс позицияның құруға көмектеседі. Мен аудандық буынан бастап ішкі істер министрлігінің орталық аппаратына дейін тергеуші болып жұмыс істедім. Және менің тәжірибем тергеушіге адвокатпен бару керек екенін нақты көрсетеді. Сіз шатастыра аласыз, немесе керісінше қорқынышты, ештеңе жоқ деп есептей аласыз және қажетсіз нәрсені айта аласыз. Бұл сіздің өміріңізді бұзуы мүмкін. Менің адвокаттық кеңсемде тергеушіге жауап алу үшін бір жолға сапар қызметі бар. Онда тәжірибелі адвокат сізбен бір рет бірге жүргеді. Егер сіз жалғыз баруға болады деп ойласаңыз, онда менің каналымда сіз жауап алу кезінде қалай әрекет ету керектігін айтатын бейнені таба аласыз. Егер осы видео сізге ұнаса, лайк қойыңыз, менің каналыма жазылыңыз. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды.